Семейдің мұғалім семинариясы 1903 жылы ашылған. Бұл семинария ашылғанда қазақ жастарды семинарияға оқуға түсе бастаған. Семинарияның қазіргі көрінісі әрине сырт көрінісі бұрынғы қалып сақталмаған. Міне сол кезде Қаныш Сәтбаевтар, Мұхтар Әуезовтер, Жүсіпбек Аймауытовтар, Қаныштың ағасы Әбікей Сәтбаевтар оқылғандығы семинарияның дәл көрінісі мынау. Осындай кәдімгідей атты кетер осында шыққан сурет. Бұл семинарияға мен ең алдымен айтар едім, Қаныштың кейін өзі табиғи дарынды адам ғой, жаратылысынан. Сол кісінің кейін үлкен ірі ғалым, қазақтың нағыз, толық айтқанда нағыз интеллигент бұл шығуына бір жағынан өзінің ағасы әлсізді көп әсер еткенді ойлайды. Әбікей Сәтбаев. Мен осы мәселені айтқанда осыны әр жерде жазып жүрген, бұрында жазылған кітаптарда, журнал, газеттерде осы семинария жөнінде, осында оқыған семинаристер жөнінде түрлі айтып жүр. Соның көбі жадағай сөздер сияқты. Мысалы, мен осының бәрін қазір айтқан әңгімемде бәрін біліп, төрт аяғынан бірдей семинарияның тарихын айтып айта алмаймын, бірақ әртүрлі документтеріне сүйеніп қана айтамын. Осы семинарияда алдымен 3-ші жылы ашылды, 1904 жылы Әбікей Сәтбаев Қаныштың ағасы сөз оқыды. Оны кітаптарды басқаша жазды. Кейін енді семинар бітіргеннен кейін өзінің ауылына барып, Баянауылда ауылдық орыс қазақ мектебінде сабақ береді. Бұл тарихта бәрі бар белгілі. Онан кейін 2 класстық училищеде сабақ береді. Сонда жас күннен бастап Қаныштың алдында өзінің үлгені қалатын, енді әке жағы, ол жағы өз алдына сосын оқыған алдында ағасы Әбікей Сәтбаев. Осының бәрі осы семинариясын оқыдым. Ал енді документке қарап отырсақ, мен архивтағы алдымен осы семинарияның сыртында жазылып тұрған ескерткіш тақтаның өзі дұрыс емес. Сонда Мұхтар Әуезовті мұнда 1915 жылы түскен деп жазып қойыпты. Шынында Мұхтар семинарияға 1912 жылы түскен. Сонан кейін 2 жылдан кейін Қаныш Сәтбаев, Жүсіпбек Аймауытов келіп түскен осы семинарияға. Енді бұл семинария сондай үлгілі оқу орны болған. Бұның оқытушылары мұғалімдердің өзі ылғи білімді, ылғи жоғары дәрежелі университет бітірген, институт бітірген адамдар. Соның ішінде Қазақтан 1905 жылы осы семинарияда 5 жылдан бастап істей бастаған Нұрғали Құлжанов, ол Ыбырай Алтынсариннің тәрбиесінің, соның Ыбырай Алтынсариннің мұғалімдер даярлайтын мектеп бітіріп шыққан. Оның жамағаты Нәзипа Құлжанова, әйелдердің прогимназияны 1902 жылы бітіріп шыққан. Осындай адамдардың барын айта берсек, осында сабақ берген кейбір мұғалімдерден кейін кезде бізді оқыдық қартайған шағында. Сулейман Грузинский дейтін орыс тілінің керемет маманы болып жүреді. Қартайғанда осы біздің студентке сабақ берді. Мұғалімдердің осы сондай болған. Міне соның ішінде енді Қаныштар, Мұхтарлар, осы Жүсіпбектер, документті қарап отырсақ, бәрі сондай тамаша оқыған, стипендиялы оқыған шәкірттерінің алды болған. Сонымен бірге бұл семинарияда осы адамдардың, табиғи дарынды адамдардың өздерінің жан-жақ талантының ашылуына, тез оянуына, өзінің табиғи қасиетінің осында көп әсер еткен жағдайлар бар. Мысалы осы Нұрғали Құлжанов пен Нәзипа Құлжанова осы семейдегі жағрафия қоғамымен бірігіп отырып, ең соңғыш 1914 жылы осында әдеби кеш өткізді. Сол кештің программасы мынау қарап отырсақ, программа этнографический литература музыкального вечера дейді. 26 январда 1914 жылы өткен
Соның бірінші бөлімінде қарап отырсаңыздар, былай Зәруят деген киргизский поэт Ибраим Абай Құнанбаев его поэзии бұл жөнінде Нәзипа Құлжанова баяндама жасаған. Ар жағынан қарасаңыз, Атырбек письма Татьяны стихи Пушкина перевод и мотив Абая, сосын тағы Абайдың бірнеше әндерін Абайдың шәкірті Әлмағамбет орындаған. Сосын қарап отырсаңыз, Сағар жағында үшінші бөлімінде Нәзипа Құлжанова тағы баяндама жасайды, бақсылық жөнінде, қазақтың бақсылары жөнінде. Осы кешке кәдімгі тарихта бар атақты бақсы, мынау тобықты Бәкең дейтін 80 жаста Берікбай келіп осында кәдімгі бақсының сарынын айтып береді. Бұны айтып отырғаным, Қаныштар Алаш оқуға келген жылы ең тұңғыш, бұдан басқа орыс әртістері қатысады, талай әндер салады, талай классиктердің өлеңдерін айтады. Осының аяғында қызығы мынандай, сосын живые картины дейтін көрсетіп, типі киргизий за питьем кумыса, охоты с ястребами деген сияқты әртілердің бәрін көрсеткен. Осының барлығы жас шәкірттерге тек қана әлгі академический білім ғана емес, осы қазақтың өнерін, тұрмыс салтын, тарихының бәріне осы кісілердің болашағында үлкен әсер еткен нәрсе ғой деп ойлаймын. Сосын бұларды көп айтып беру өте қиын. Сосын екінші, осы Қаныштың да, Жүсіпбектің де, Мұхтардың да, осылардың әлгі жазушылық, өнерпаздық талантының ашылуына, сол кезде талантты болғанның өзін көрсететін тағы бір кеш өткізілген. Бұл кешті өткізілген тағы ұйымдастырылған Нәзипа Құлжанова, сол кештің менің қолымда, қазір осы күні кейде шатастырмайсыз. Мына екінші кеш Абайдың қайтыс болғанында 10 жылдығына өткізілді. 10 жылдығына өткізілді, жаңағы 14 жылғы бірінші кеш. Ал екінші кештің мына программасымен таныстық, сонда барлығын көреміз. Бұлай дейді, жалғыз программа мінді сақталған. Программа қазақ ойын, ән, күй, өлең, жыр. Семейдегі приказчиктер клубында 13 февраль 1915 жылы өткізілген. Приказчиктер клубы дейтін қазір жоқ. Бұрынғы қазақ театрының үйі болатын, қазір бұл ұстаған сонда өткізген. Сонда бірінші бөлімін қарап отырсаңыздар, ән, күй, өлең жайынан бері сөз, екі кісі баяндама жасайды, Райымбек Мәрсеков һәм Құлжанов. Сосын Сара қызбен Біржан Салдың айтысқаны, соны кәдімгідей интеграл көрсеткен. Сонда Жүсіпбек Аймауытов, осында Біржан болып шығады, Тұрар Қозыбағарова Сараның рөлін атқарады. Сосын екінші бөлімін қарап отырсаңыздар, жаз Ыбырай Алтынсариннің сөзі, Нәзипа Құлжанова орындайды. Ырғақты Тәтияны жарқыратып қара көңілім Абайдың, Әлмұхаммед Абайдың шәкірті орындайды. Қыз Абай Құнанбаевтың сөзі, Тайыр Жомартбаев орындайды. Домбыра мен мандолина, ән, Жүсіпбек һәм Қаныш, Жүсіпбек пен Қаныш Сәтбаев орындайды. Әлидашшылы тағы Әлмағамбет. Сосын қарап отырсақ, Мұстақым Малдыбаев, Алтынсариннің өсиет өлеңі. Үшінші бөлімде Жанақпен баланың айтысқаны, Ғабдылхамид һәм Ақсақал дейді. Ғабдылхамид осы семинарияның мұғалімі, жаңағы Құлжановтың қолында тәрбиеленген, мынау Ыбырай дейтін кісінің баласы Ақбаев, Жақыптың ағасының осында оқыған. Сосын күй домбыра Мұқақ Сақал, кәдімгі Абайдың шәкірті атақты керекпеше әнші Мұқа. Балғажа бидің оқуда қоласында болған тағы Жүсіпбек Аймауытов орындайды. Жай сөздер тағы Жүсіпбек Аймауытов. Қалия ән Жүсіпбек Аймауытов салады, осындай. Сол төртінші бөлім Қазақ батырысының, Орал облысының, Торғай облысының, Жетісу облысының, Семей облысының қыз-келіншектері ұлттық киімін киіп шығып, соған бәйге жеренеді. Ақырында қыз-келіншек бозбылдар ән салады дейді. Сосын бәрін ұйымдастырған жаңа Нәзипа Құлжанова. Мына осы программаның мынау екінші жағы. Осының өзін қарап отырсаңыздар, кейін осының өзі Мұхтардың алғашқы пьеса жазуына үлкен әсер болғанда тұрған еді. Осы кез осы оқып жүрген семинарист кезінде Жүсіпбектің өзі 4-5 пьеса жазған. Семейде қазақтың тұңғыш педтехникумы ашылған 1922 жыл 4 декабрьда ашылған.
Sonda sol texnikumның birinci direktörü Әбікей Сәтбаев болған. Енді Әбікей Сәтбаев Павлодарда істеді, оның Семейге шақыртып болған, осында Земствода істеген, революцияға шейін Земствоның оқу бөлімін басқарған, семинарияда сабақ беріп жүрген, сосын Совет үкіметі орнағаннан кейін оқу ағарту жұмысына араласып, тұңғыш техникумның директоры болған. Сол тұңғыш техникумда директор болғанда, бұл 27 жылға шейін директор болды. Мен жақсы білем, 27 жылы осы кісіге тағылып пәле жабылып, орнынан алып, сонда техникумның үйінде отыратынды, сол үйден бұл кісіні көшіруге тура келді. Соның менің әкеме қатты жазып, өзім бір аттың болсын ұстап бергенім бар, қай үйге көшіргенін нешемін. Мен сол кезде техникумның тоғыздығы үйінің несі бар, қазір сырты басқа, дәл сол алдында келді. Осының ішінде, соғысының ішінде тұратынды. Мұхтарлар оқыдым, бұл бұрынғы Семипалатинское, городское, пятиклассное училище. Мұхтар әуел осыны бітірген ғой. Мен осы училищенің орнына кейін Совет үкіметі орнаған 22-шіде техникум ашылған, кәсіптік техникум. Осы техникумда көп адамдар оқып тәрбиеленіп шыққан. Міне сол техникумның әлгі бірінші бітіріп шыққан адамдары. 11 ғана адам бітіріп шыққан. Міне қарап отырсаңыздар, мынау сол Қаныштың немере ағасы Әбікей Сәтбаев, мынау мұғалімдер, сол жерде тұрған, мынау отырған Мұхтар Әуезов. Бұл кезде Мұхтар Ленинградта оқып, мұнда халық қойып, осында сабақ берген. Мынау басқа мұғалімдер, мынау Ғалиекбар Төребаев сабақ берген. Мынау отырған Әміржан Саддақов, Семейде бұл гимназияны бітірген. Мынау отырған Қаныш Сәтбаевтың болашақ әйел Таиса Алексеевна Кошкина, осында мұғалім болған. Ал енді мынау соның бірінші бітіріп шыққан адамдар. Бірінші 11 адам бітіріп шықты. Мына Марғұлан бар, мында Айманов бар, Ақынжан, осындай тозып жатқан адамдар. Міне Қаныштың тәрбиелеп шыққан, сосын әсесі ортасы, қандай ортада өсті, қандай ортадан тәрбиелеп шықты Қаныш. Өзі табиғи дарында адамның осындай ортаға, бақытты ортаға кезіп болады.